Өткен жолы мен бір бешбармақ жасадық бүгін деп салдым ғой. Сол кезде кілең жылқының сүйектері болды да. Сөйтіп жанына енді кішкене сиырдың етін қосып жіберейін деп стройканың жанында базарға бардым. Сөйтіп таңдадым бір 2 кусок ет тілеу жерінен, сөйтсем килограммы 4500-ден дейді да. Ужас. Енді ол сатушыны ешқандай деп кінәлай алмаймыз. Енді оплатаны төлемді Каспий Пеймен қабылдап жатыр. Олардың ұстайтын өзінің проценті бар, төлейтін налығы деп налог пен салықты қосып төлейтін салығы бар налогы. Ана базардағы местасы бар, өзіне қалу керек. Ол етті де ол кісілер ортадағы делдалдан сатып алады деген сияқты. Ол делдал өзінің табысын қосады. Өзім саудада жүргеннен кейін бәрін өте жақсы түсінемін. Бірақ енді киласы 4500 деген мен үшін енді қымбаттау болды. Сөйтіп ауылдағы братчикіме жазып, қанша болып жатыр ет десем, сойылатын мал бар ма, жақсы бір қолдікі, ешқандай бір уколсыз деп. Сөйтсем, сиырдың еті 2700-ден, жылқының еті 2600-ден, егерде қолма-қол ақша болса, наличка болса деп. Ал айлыққа, айдың соңына болса, кішкене баға қосылады депті. Ойбай мақұл деп 2 жілік жылқының етін, 2 жілік сиырдың етін алып алдық. Енді сиырдың еттерін барлығымыз фарш қыламыз. Сүйегін енді сорпаға, асқанға қылып. Одан кейін стройкідегі братчикілерге бөлеміз, сонымен 2 үйге бөлінеді ғой бұл қазір ет. Ал Алла берекесін бергізіп жегізсін. Асымызға далдық, басымызға амандық берсін. Енді осын қазір енді жайғастырамыз. Отырып алып. Ең жайғастырып болайын деп жатырмыз. Әлі болған жоқпыз. Мынау жылқының сүйегі, жылқының мынау еті, мынау да жылқының сүйегі, мынау жылқының еті таза. Мынау сиырдың сүйегі, мынау сиырдың сүйегі. Сиырдың еттерін бәрін фаршқа алып қойдық. Ойбай бісміллә. Мына жақта сиырдың іш майы өте семіз екен сиыр. Қазір бұны шыжғырып аламыз ба тамаққа қосқанға. Ал мынау қазы. Тұзын сіңдіріп, бұрышын, чесногын бәрін қосып, содан кейін айналдырамыз. Мынандай ыдыспен бір ыдыс. Біз білесіздер, мантыны көп жейміз, балалар пельмені жақсы көреді. Фарш қазір тағы да бір осындай фарш шығады. Нағыз картошка, асқабақ қосып манты істейтін фарш болып майлы. Жылқының іш майын араластырдық. Сиырдың өзінің майы, сиырдың еті. Кедейдің бір тойғаны шалабайған деп етке шалабайып қабатымыз айналайындар. Жылқының жаңағы жүрегін, бүйрегін қосып, етінен қосып, осындай қуырдақ істеп алдық. Біздің балалар картошка деп картошканы көп жейді қуырдақта, содан кейін картошкасын көбірек қып жасадық. Ет келген күн міндетті түрде еттің дәмін көрейік. Ойбай қайт піседі екен, тез пісемеген, соны көрейік деп міндетті түрде қуырдақ. Рамин.